Сәлем баршаңызға. Мен Аликаны папасы екеуміз невролог реабилитологқа апарған болатынбыз. Ол кісі біраз кеңес берді. Және де баланың осы бастан ұсақ моторикасын дамытуға кеңес берді. Осындай түрлі ковриктер жасап, мысалы күріштен, гречка сияқты ұсақ заттарды ұстауға, содан жаңағыдай коврик жасауға болатынын айтып түсіндірді. Содан кейін мен осындай Пинтересттен бағдарламадан іздей бастадым. Түрлі ойлар келді. Қалай жасасам екен, қызымды қалай дамытсам екен, тағы не істеуге болады деген сияқты түрлі ақпараттарды іздей бастадым. Бұл баланың бұндай ковриктер баланың дамуына әсер етеді екен, ұсақ моторикасын дамытуына көмектеседі екен. Сол себепті осындай ақпараттарды қарап шықтым. Айлинка бізде құлағында жеткіз болған, алдында промывка жасап бір апта, одан кейін тыныш болғанбыз, бірақ біз қайтадан грипповать етіп алып қалып, қайтадан мұрнын промывка жасатуға тура келді. Осылай әр жатар сайын біз Айлинканың мұрнын аспиратормен тазалап, физраствормен тазалап отыруды әдетке айналдырдық. Жалпы осы бір нәрсені ойыма алсам, соны жасауға асығатын әдетім бар. Жаңағы неврологтың айтқан нәрсесі ойымнан кетпей, сол затты жасауға асықтым. Барлығын жинастырып қойып, сол затты жасауға кірісіп кеттім. Осындай бір шкафтың арты болатын. Осыны как это там ДТП, ДСП деп айтама. В общем, осындай бір ағаш бар тұғын. Жалпы осы ағашты пайдаланайын деп шештім. Осындай шуруптары бар екен, сол шуруптарын босатып, ағашты шегелерінен босатып алдым. Бір нәрсені ойыма алсам, осыны жасамай тынбайтын әдетім бар. Өмірі бір нәрсені ойласам, ойымнан шықпайды. Сол затты жасап бітпейінше миым тыныштық таппайды. Мұның бәрі енді Айлинкамыздың уақытылы дамып, уақытылы сөйлеу үшін бір нәрсеге болса да әйтеуір пайдасы тисе екен деген үмітпенен жасап жатырмын. Құдай қаласа барлығы уақытымен дамып, барлығы уақытымен болса екен деймін. Сол себепті осы невролог айтқандай жаңағыдай коврикті жасап, Айлинкамызбен жаңағыдай шамалы уақыт, күніне хотя бы 20-30 минуттай айналысу қажеттігін айтты. Осылай ағашты тазалап сүртіп алдым шаңдарынан. Содан кейін үйде бар нәрселерді пайдалануға тырыстым. Қалып кеткен мұндай күріш, макарон, гречка, сондай сияқты заттарды пайдалануға тырыстым. Оны салу үшін мен арнайы файглдың беттерін қырқып алып, сол жерге енді салмақшымын.
Жалпы осы үйдегі бар заттарды қолдануға тырыстым. Көптен бері жинап жүрген түймелер бар тұғын, соларды жабыстырдым. Баклажканың крышкалары бар еді, балам жинаған, соны жабыстырдым. Және де ыдыс жуғыш губкаларды жабыстырдым. Ол да адам баласының дамуына, баланың дамуына белгілі бір әсерлерін тигізеді деп естігенмін. Сол себепті Pinterest'тен де қарадым. Осылай бар білгенімше осы коврикті жасап шықтым. Қалай шыққан, комментарийға жазып кетіңіздер. Міндетті түрде оқимын. Тағы да қандай сұрақтарыңыз болса комментарийға қалдырып кетіңіздер. Мен міндетті түрде оқитын болам.